Өтіңіз дамып тұру үшін міндетті түрде сіз май жеп отыруыңыз керек. Егер де өтіңіз рабочий өт болса, май жеп отыруыңыз керек. Өйткені өтке май түскен кезде таза, яғни сары май немесе қойдың майы, сізде холецистигинин деген гормон іске қосылады, сөйтіп луковицаға әсер ете алады. Одан кейін луковица бізде желчқа, яғни жиырыл деп сигнал беріп, сөйтіп механизм күнде нормада, яғни жүре береді. Сізде өт толмай, және де өте тастар болмайды. Ал егер де өтіңіз толып қалған болса, 12 шек толып қалған болса, оны тазалау керек. Бұл зондирование әдісі емес, висцеральный коррекция, кинезиостеопрактика. Яғни мобильность, мотильность жағынан да өттің жұмысын жақсартып, содан кейін барып, панкреатит болса, оған қосымша дәрілер беріп, немесе қосымша висцеральный коррекция жасағаннан кейін бізде ішіңізде запор да болмайды, және де оң жақ, сол жақ қабырғаның асты ауырсыну деген мүлдем болмайтын болады. Ал егер де маған келе алмайтын болсаңыз, мен сияқты маманға барсаңыз болады, және де жусан, полынь горькая деген бар, сол полынь горькаяны ішіп отырсаңыздар, сіздерге өте жақсы пайдасын береді. Мен сіздерге дәрігерлер айтпайтын құпия ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Парақшаға тіркеліп, лайк басып, осы видеоны керек адамға жіберсеңіздер болады.